Саламатсыздар ма? Бүгінгі пісіретін медовый торт. Ол үшін бізге қажет ұн, май, бал, қант, сода, 4 жұмыртқа. Чашкаға қант, май және балды қосамыз. Баяу отқа қоямыз, араластырып тұрып, ақырын. Май ергенше жай ғана араластырып тұру керек, түбі күйіп қалмас үшін. Әбден май ерейді. Сонда енді 2 ас қасық ас содасын саламыз. Көбіктің араластырамыз. Енді чашкадағы массамыз көтеріле бастады. Астындағы отты сөндіреміз де, күтеміз суығанша. Біздің қамырымыз суыды, енді ақырындап жұмыртқа жарамыз ішіне. Үнді салып отырып араластырамыз. Сосын қамыр илейміз, қойыланғасын. Қанғанша илейміз қамырды. Қолға жабыспау керек. Ие қанғанда қамыр өзі белгі береді, қолға жабыспайды. Сол кезде қамырымыз дайын болады. Енді қамырымызды жуытқа нетіп бөлеміз. Қанша бөлік шығады, соншама қамырға байланысты. Қамырымызды 12 бөлшек болды қамырымыздан. Енді оны мынандай жүлкеге 12 жүлке болды. Оны жаямыз, жұп-жұқа қылып жаямыз. Міне, мынандай қылып. Енді осы күлшелерді 3-4 минут духовкада пісіріп алып отырамыз. 180 градус. Күлшелеріміз пісіріп алдық. Енді шеттерін бірыңғай қиып аламыз дөңгелетіп. Ол үшін мынадай тарелка пайдаланамын мен. Мынау кесіп алған шеттерін тастамаймыз. Торттың бетіне әшекейлеуге жұмсаймыз. Қайнатпалы крем біздің видеоның асты төмен жағында бар. Соны пайдалануға болады. Немесе сметаны крем пайдалануға болады. Өз қалауыңызша. Қайнатпалы креміміз дайын. Суды енді күлшелердің арасына жағып тортымызды жинаймыз. Әр күлшенің арасына 2-3 ас қасық кремді салып жағамыз. Тортымыз өте биік болды, әдемі. Тортымыз дайын, енді кесіп дәмін көрейік. Мінекейіңіз, тортымыз мынандай болды. Тортымыз жұмсақ, әдемі. Кремі сіңіп. Біздің каналымызға жазылыңыздар. Лайк қоюға ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.